بسم الله الرحمن الرحيم. Егер жаңа сұрақ ораза кезінде адам ұйықтап жатқан кезінде бойынан ұрық су бөлінген болатын болса дейді, оның оразасы бұзылама дейді. Ұйықтап жатқан кезде ұрық су бөлінетін болатын болса, бұл оразаны бұзбайды. Өйткені бұл адамның ықтиярындағы нәрсе емес. Адам өз ықтиярымен ұрық суын бөлсе, онда ораза бұзылады. Ал адамның ықтиярынсыз ұйықтап жатқан кезде ұрық су бойынан бөлінген болатын болса, бұдан ораза бұзылмайды. Ол адамға тұрып, сол жүнтіктен жуынып, шайынып, осылай алып тазалану керек болады. Одан кейін тістен аққан қан, яки болмаса мұрыннан аққан қан оразаны бұзама деген сұрақ. Тістен аққан қандар, мұрыннан аққан қандар оразаны бұзбайды. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.